Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, менен домбыра жайлы сұраған екен. Жалпы мазхабтар арасындағы барлық кітаптарды музыка аспаптар жөнінде қайтадан тексеріп көруге тура келді. Ғалымдарымыз, шариғат ғалымдары бір ауыздан бұны харамға шығарғандығын ешқандай дәлелден табылмады. Бәлки көп ғалымдар кейбіреулері музыкалық аспаптарды сан түрлі бөліп жатса, біреулері барлығына рұқсат беріп жатады. Мысалы, біздің Ханафи мазхабында имам Набулуси сияқты ғалым кісі әуенді ешқандай проблема жоқтығын және де музыкалық аспаптардың бұның жолында ешқандай шариғатта келген нақты үзілді кесілді дәлел жоқтығын айтады. Заманауи ғалым имам Шарауи да дәл осындай пікірде. Одан бөлек те үлкен ғалымдар, тіпті хадис ғылымын әбден ішіп меңгерген керемет академик ғалымдардың өздері де музыкалық аспаптар жөнінде келген хадистерді бір ауыздан бұл үкім нақты деген сөздерді айтпайды. Айтпағым, құрметті жақсылар, осы домбырамызды харам деп, оны осындай Құран аяттары бар, мынандай хадистер бар дегеннің өзінде бұл кісілер тек қана бір ғана ойды жақтағандығы білінеді, және де бұл ғылыми нақты дерек болмағандығын білдіреді. Айтпағым, құрметті бауырлар, біздің қазақтың домбырасы бұл біздің салт дәстүріміз, қанымыз, жанымызға сіңген дүние. Біз домбыра арқылы беташар жасап келіндерімізге насихат, жұртқа насихат айтатын, бұрынғы халқымыздың өткен батырларымызды, даналарымызды дәріптеп, жыр түннен таңға дейін жыр жазатын, соны осылай ауыз әдебиетімізде бүкіл қанымызға, жанымызға сіңген дүниелер жеткізетін халықпыз. Одан да бөлек термелер, қандай керемет насихаттар. Сол термелерді айтқан көпшілік ғалымдар, мысалы дін саласындағы хабар бар азаматтар екендігі де білініп тұрады. Өйткені сол терменің ішінде тұнып тұрған шариғатымыз, тұнып тұрған біздің дәстүріміз тұрады. Сондықтан айтпағым, бір ауыздан бұны харамға шығару бұл ағаттық, жұмсақ айтқанда. Ал дәлірек айтсақ, бұл ғылыми сауатсыздық деп білер едім. Сауда, саламат болыңыздар.